Қайырлы таң қазақ елі. Азат Ньюс арнасы бүгінгі келіп түскен жаңалықтармен таныстырады. Эфир тізгінінде Аткен Камиля. 2021 жылдың 26 ақпанда өткен нөмірі 1 Азат орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәні 10 күндігінің бірлестігінің жабылуы салтанатты түрде өтті. 10 күндігінің жабылу салтанатында Парасат атты жаңа театр өз есігін айқара ашты. Мектеп жанынан ашылған театрдың алғашқы қойылымын тамашалауға бәрімізде асыға жеттік. Киелі сахнада бізді Мұқағали әлемі күтіп тұр еді. Өлең, тағдыр, махаббат, сағыныш бәрі үйлесіп жарасым тапқандай. Ақынның рухани биікке көтерілген терең тұлғаға дейінгі баспалдақтары мың бұралған тағдыр жолы. Көз алдымызда әлем күрсінгендей күй кештік. Ағыннан жарылған жүрек үзіндіні тамашалаңыздар. Ал мен болсам, таң азаннан мектепке жүгіруім керек. Сәл кешіксең болды. Мектептегі балалар улап-шулап бүкіл мектепті басына болды. Және өздері сабақты да дұрыс оқымайды. Қазақ мектебінде оқса да, бәрі орысша сөйлейді. Ал бірдеңе деп көрші, шыбық миы шырқ етеді, бәрі ата-анасына жүгіреді. Бәрі дәудің балалары. Жоқ, сонда деймау, сонда өздері тіл білмейді. Ал ақырында тіл үйретеміз деп жүрген мына біз кінәлі болып шыға келеміз. Ай, Құдай-ай десекші. Лашын. Келе жатырмын. Сұрғылт дүние сұп-сұрғылт, өсек аяң сыпсың жүр. Ал біздің үй жып-жып. Апырау, мынау біздің Лашын ғой, шынында да бір асыл ғой. Апырау, мынау біздің Лашын ғой. Болды енді, кел, отыр, тамағын суып қалар. Әй бәйбіше, қуантайын ба, жоқ әлде мұңайтайын ба? Иә, мұңымыз аз келеді. Қайнаудан да қуаныш. Қуантсам, үй бәйбіше, үй. Немене? Пәтер алдық па? Мәссаған, өз үйіміз болады ғой. Жеттік ау әйтеуір арманымызға. Өз үйім, өлең төсегіме жеттік ау әйтеуір. Бір орыстың кемпір шалының 2 бөлмелі тас үйі. Немене? Тағы да жалғы ма? Әрине жалғы. Қашан ғана өз үйіміз болады, Мұқа. Тағы да біреудің, тағы да жалға. Қашан ғана өз үйіміз болады, Мұқа. Сен бірақ түңілме жеп көрме, лайсаң дауылда көктемде, күн шуақ болмай ма Лашын? Эх, әрине жалға. Қаланың қай шетінде, тағы да мектептен алыс шығар. Әрине, жақынды қайдан табасың? Есесіне қазір қаланың батысында болсақ, шығысына бірақ шығамыз. Есесіне Нарынқолға жақын. Тура, ауылда отырғанда сөйлейді ғой. Шықсақ шығармыз. Шығамыз демекші, әлгі сенің әнуар дос Байжанбаев қайда? Жұмыстан шығып кеткен ме? Әнекең, әлгі журналистер ауа райы менің мәліметін уақытында бермеген ғой. Әнекең бекер қарап тұра ма? Батыстан соққан жел шығыстан бірақ шығады. Бүгін күн жауады, не жаумайды деп бірақ қойған ғой сабазың. Ой, жұмыстан шығарып жіберген шығар, сабазың. Шығарған түгі де жоқ. Әнекең радиосыз күн көре алады, ал радио әнекеңіз күн көре алмайды. Левитан ғой, Левитан. Ойбай, Левитан. Левитан болын деп сөйтуге де болам екен енді. Болды енді. Мен саған мұң айтатын жаңалығымды айтайын. Иә? Тағы не болып қалды? Бүгін мен сол менің председателі Сиязбековтың қабылдауында болдым. Иә? Неге шақыртты? Мен кейінгі уақытта партия Ленин туралы өлең жазбайды екен. О не деген? Сенің Ленин туралы Ильич деген поэма. Болғанда қандай Лашын-ау? Оны Сиязбеков қайдан оқысын? Өлең мағынасын қайдан түсінсін? Иә? Тағы не деді? Тағы бір ақын Смақтың өлеңін Жұлдыз журналына неге баспайсың дейді. Иә? Сен не дедің? Лашын-ау, мен не дейін? Егер өлеңді түсінбесеңіз, поэзияны түсінбейтін болсаңыз, бұл жерге араласпағаныңыз жөн болар еді деді. Тура солай дедің бе? Лашын-ау, мен шындықты айттым ғой, шындықты. Шындығың бар болсын сенің. Міне сенің шындығың. Ол не деді дейсің ғой? Иә, не деді ол? Орнынан атып тұрып, жер тепкілеп, кет мына жерден антұрған дейді. Мен кетсем, кетем әкеңнің дедім. Ал Мұқағали,
Бірдеңе болса, әділдік дейсің. Мұқағали-ау, тыныш жүрмейсің бе? Бірдеңе болса, әділдік деп жүргеніңнің арқасында осындай болып жүрміз ғой. Әзірге айтарымыз осы, бетперде тағып, әлеуметтік арақашықтықты сақтай жүріңіздер. Келесі эфирде жүздескенше қош, сау болыңыздар.